Алдыңғы бөлімде біз енгізу шығаруды басқарудың буферлеу мен дискті жоспарлауды қарастырдық. Енді дискіні жоспарлау стратегиясына тоқталайық. Операциялық жүйе әрбір енгізу шығару құрылғысы үшін сұраулар кезегін сақтайтын көп тапсырмалы ортадағы әдеттегі жағдайды қарастырыңыз. Сәйкесінше, бір дискінің кезегіндегі әртүрлі процестерден енгізу шығару сұраныстарының белгілі саны оқу немесе жазу болады. Кезектен сұрауларды кездейсоқ таңдасаңыз, онда сіз іздеген тректер кездейсоқ ретпен болады деп күтуіңіз керек. Және бұл өте нашар өнімділікке әкеліп соғады. Әртүрлі жоспарлау алгоритмдерінің өнімділігі енгізу шығару сұрауларының мысалы үшін салыстырылады. Тік ось диск жолдарына сәйкес келеді. Көлденең ось уақытқа сәйкес келеді. Немесе өткен жолдардың орнына сәйкес келеді. Бұл суретте дискінің басы бастапқыда 100 жолда орналасқан деп болжанады. Дискіде 200 трек бар, ал дискіге сұрау кезегінде кездейсоқ сұраулар болады. Сұратылған жолдар дискіні жоспарлаушыға кіру реті бойынша 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184 деп беріледі. Алдарымызда дискіні жоспарлау алгоритмдерін салыстыру кестесі көрсетілген. Бұл жерде жоспарлаудың қарапайым түрі ол бірінші келді, бірінші шықты, яғни PIPO, яғни жоспарлау. Онда кезек элементтері кезекпен өңделеді. Бұл стратегияның артықшылығы әділеттілікте, себебі әр сұрау орындалады және барлық сұраулар қабылдау тәртібімен орындалады. Дискіні жоспарлау алгоритмдерінің атауы мен сипаттамасы және ескертулері көрсетілген. Бұл жерде кездейсоқ, яғни кездейсоқ жоспарлау. Ол жерде ескерту, талдау және модельдеу үшін. PIPO бірінші келген, бірінші шыққан, ең бейтарап әдіс. PRI процесс басымдығы, яғни диск сұрау кезегі сырттан басқарылады. LIPO соңғы кірген, бірінші шыққан, яғни жергілікті жерді және ресурстарды пайдалануды барынша арттыру. SSTP, яғни ең қысқа қызмет көрсету уақытын таңдау, жоғары пайдалану, төмен кезек. Scan дискіде алға және артқа жылжу, жақсырақ қызмет көрсетеді. C-Scan жылдам қайтару мен бір бағытта қозғалыс, қызмет көрсетудің төмен өзгергіштігі. N қадамы scan, яғни бір бумадағы N жазбамен scan, қызмет көрсету кепілдігі жақсы. F-Scan ол N қадам scan, мұндағы N-Scan циклінің басындағы кезек өлшемі, жүктемеге сезімтал болып келеді. Басымдықтар, яғни жүйеде басымдықты қолдана отырып, жоспарлауды басқару, дискіні басқарудың бағдарламалық жасақтамасына қатысты сыртқы болып табылады. Көбінесе қысқа пакеттік тапсырмалар, сондай-ақ интерактивті тапсырмалар, ұзақ есептеулерді қажет ететін ұзақ тапсырмаларға қарағанда жоғары басымдыққа ие болады. Бұл схема жүйеде көптеген қысқа тапсырмаларды тез аяқтауға мүмкіндік береді және қысқа жауап беру уақытын қамтамасыз етеді. Соңғы кірген, бірінші шыққан, яғни бір таңқаларлығы алғашқы соңғы сұранысты орындау стратегиясының артықшылықтары бар. Транзакцияларды өңдеу жүйелерінде құрылғыны соңғы пайдаланушыға ұсынған кезде сериялық файл көрсеткішінің аз ғана қозғалысы орындалуы керек. Жергілікті артықшылықты пайдалану өткізу қабілетін арттыруға және кезек ұзындығын азайтуға мүмкіндік береді. Өкінішке орай, егер дискідегі жүктеме үлкен болса, процесті ашығудың айқын мүмкіндігі бар. Талқыланған үш жоспарлау стратегиясы тек кезек немесе сұрау процесінің атрибуттарына негізделген. Дегенмен, егер жоспарлаушы ағымдағы жолды білсе, онда сұраудың мазмұнына негізделген жоспарлау стратегиясын пайдалануға болады.
SSTP, яғни ең аз қызмет көрсету уақытын таңдау стратегиясы, ол ағымдағы күйден бастарды ең аз жылжытуды қажет ететін дискіні енгізу шығару сұранысын таңдау болып табылады. Әрине, іздеудің минималды уақытын үнемі таңдау барлық қозғалыстарда да іздеудің орташа уақыты минималды болатынына кепілдік бермейді. Дегенмен, бұл стратегия диск жүйесінің пипомен салыстырғанда жақсы жұмысын қамтамасыз етеді. Скан алгоритмін қолданған кезде бастың қозғалысы тек бір бағытта жүреді. Таңдалған бағытқа сәйкес келетін сұраныстарды қанағаттандырады. Таңдалған бағытта соңғы жолға жеткеннен кейін немесе мүмкін сұраулар таусылған кезде бағыт керісінше өзгереді. Бұл соңғы нақтылау кейде көрініс стратегиясы деп аталады. Содан кейін қызмет бағыты керісінше өзгереді және сканерлеу қарама-қарсы бағытта жалғасады. Қайтадан барлық сұранысты рет-ретімен жинайды. C-скан – ол циклдік сканерлеу. Стратегиясы сканерлеуді тек бір бағытта шектейді. Берілген бағыттағы соңғы жол табылғанда басы дискінің қарама-қарсы ұшына оралады және сканерлеу қайтадан басталады. N қадамды скан – ол стратегия диск сұрау кезегін N ұзындықтағы ішкі кезектерге бөледі. Әрбір ішкі кезек скан стратегиясын пайдаланып бір әрекетте өңделеді. Кезек өңделіп жатқандықтан жаңа сұраулар басқа кезекке қосылуы мүмкін. Ағымдағы сканерлеудің соңында N сұраудан аз болса, олардың барлығы келесі сканерлеу цикліне өңделеді. F-скан – ол екі ішкі кезекте пайдаланатын стратегия. Сканерлеу басталған кезде барлық сұраулар кезектердің бірінде болады, ал екіншісі бос болады. Бірінші кезекті сканерлеу кезінде барлық жаңа сұраулар екінші кезекке түседі. Осылайша жаңа кезектерге қызмет көрсету барлық ескі сұрауларды өңделгенше кейінге қалдырылады. Жалпы таңдалатын стратегия жүйенің талаптарына байланысты. Егер әділдік маңызды болса, онда бізде скан алгоритмдері оңтайлы шешім бола алады. Дискіні жоспарлау әдістерін дұрыс таңдау жүйенің жалпы өнімділігіне және ресурстардың тиімді пайдалануына айтарлықтай әсер етеді. Келесі бөлімде RAID стандартын қарастырамыз.